Установочныйды CIS инсталларды 2 рет басасыздар. Жүктеліп тұрады да. Осындай бет ашылады екен. Бетте бұл ағылшынша программа жалпы. Жалпы осы CIS бағдарламасы толық ағылшынша. Браузер өзі орысшаға аударуы мүмкін, бірақ ол қатемен аударуы мүмкін. Сол үшін мүмкіндігінше ағылшынша терминдарды түсініп алып жұмыс істесеңіздер. Бірақ енді тіпті ыңғайсыз болса, онда переводчикті браузермен аударып жұмыс жасай беріңіздер. Next деген кнопкаға басасыздар, енді ол түсінікті, иә, далее. Осы жерде сіздерде лицензияға соглашение. Я да, принимаю деген. Мына жақта галочканы я принимаю дегенге қоясыздар. Келесіге. И выберите файл, выберите папку для сохранения. Қай жерде сақталады? Рахым, сен маған 8 бет түсіріп жібер, мен наберу. Солай жазған дұрыс қой, қа? Аяқта бұл қашықтыққа жүргізілмейді. Абақшы, ойларының кесін, и ана еңсіз. Папканы таңдайсыздар. Тақта ұстайтын бар ғой. Сол екі ортада ұсталып қалмайды. Дегенде түскенде түсіріп көтеріліп тұр. Ол жолда ұсталып қалу керек, возможно, қол керек үшін. Ол ертең жасатамын. Оны біз мой компьютердің ішіне локальный диск C-ға сақтайсыздар. Сенің ішінде программ файлсының ішінде сақталып тұр ғой. Иә, осы жерде менде қарасаңыздар, бірнеше CIS файлдар бар. Екеуін ала бер. Біреу 158-дікі, біреу ағыстық. Кешіріңізші, мына жақта менде пароль сұрап тұр, парольін айтып жібере аласыз? Ненің паролі? Жаңа документтің. Оны білмеймін, ол сіздердің өздеріңіздің файлдарыңыз. Сіздер қойған жоқсыздар ма пароль? Мен сіздерге таза установочный жібердім. Ол да безопасность пароль ештеңе жоқ. Дальше. Мына жерде CIS дегенде, CIS не деп жазайық? 20-25 уже 20-26 деп жазайықшы. CIS 20-26. CIS 20-26. Осы CIS 20-26 деген папканың атауы болады. Осылай сақтап қойыңыздар. Дальше. Окей. Иә, сервер, окей. Create new CIS competition. Жаңа CIS ашайын ба деп сұрап тұр. Да. SSL сертификат керек емес. Да. 80 мың H2 дегендер тұра берсін. Оны өзгертпей қойыңыздар, осылай тұра берсін. Дальше. Енді competition name, жарыстың атауы дейді. Біз бұған ағылшынша жазу керек болса, орысша кириллица әрпін мүлдем қолданбаңыздар. Только ағылшынша әріптер, латын әріптері. World skills. Не деп жазайық? World skills. Курс деп қояйық. World skills course. Былай жазайын. Осылай жазып қояйын, World skills курс. Сіздерге де мағында түсінікті болсын, World skills курс. Бұл жерге енді бағанағы папканың атауы CIS 20-26. Жаздыңыздар ма, әріптестер? Бұны үлкейте алмаймын, өкінішке орай. Тура осылай ғана, бұны. Бірақ шрифті бәрібір осындай. Ага. Сейчас я установочный до конца покажу, потом скажешь, хорошо? Келеді. Мына жақта International емес, National деген таңдайсыздар. База данықтың атауы CIS 20-26 деп жазасыздар. Username. База даныққа қалай кіресіздер? Админ деп жазасыздар. Админ.
соңғы үшеуіне админ деп жазасыз. Юзернеймға да админді жазасыздар, паспортқа да, парольға. И повторите пароль деп қайтадан сұрап тұр. Оған да админ деп жазасыздар. Өйткені шатасып кетуіңіз мүмкін. Админді ұмытпаңыздар. Ешқай жерге пробел керек емес. Мыналардың ешқайсына пробел қоймаңыздар. Пробел қойсаңыздар, қате болады. Пароль, папканың атауына да пробел қоймаңыздар, тек қана мына жерге қоюға болады. Накладная. А у вас здравствуйте еще раз. Я вам сегодня приходил в клинику. Вы случаем накладную не делаете? Да, вот зеленая рамочка. Можно? Я сдам тест. Привет, заберу. Есть тот момент. Все, спасибо большое. Все, завтра приду. Ага. Срочно сделать. Кроме алып кетіп қойдым. Бүгін келді, отыр, қайтып тима өтесті кетіп қалды. Температурасы неше жатыр. Дальше дейсіздер, мына жақта келесі. Ага, кел. Админ, мына жерде тоже солай. Бәр жерге логин парольға админ деп. Админ деп жаздыңыздар ма? Парольға не қойды? Админ. Үшеуіне де админ. Өйткені ұмытып қалсаңыздар, сосын еске сұрамай жүреміз. Лучше админ деп жазып тастау бәр жерге. Осы видеоны жібересіз ба сіз? Жіберем, аха, мен қазір жазып отырмын осыны. Алдындағы видеода да мен жасағам бұны. Егжей-тегжейлі жасағам. Қазір мына видеоны да жасаймын, жіберем. Бұл жерде де дальше деген басасыздар. Мына жақта мемлекетің таңда дейді да, таңдамай қойса да болады. Бүкіл CIS бәр жерде бірдей жұмыс істейді. Но просто енді единый базаға қосылған отчет алып отырады да, оны Қазақстанды жазбай қойыңыздар. Дальше болды. Екі-ақ жерге админ деп жазасыздар база даныққа. И CIS-ке админ. Болды. Өте жеңіл. Дальше. И осы загрузка бұл біздің разрешить дей саласыз. Біз брендмауэрдан антивирус өткізбеуі мүмкін. Енді көресіздер ғой, сіздердің компьютерларыңызда қандай антивирус брендмауэр қосылып тұр ма, оны білмеймін. Кішкене бір техниктар шақырып алсаңыздар болады қастарыңызғашы. Жұмыстарыңыздағы информатиктарды или программаны білетін адамдармен бірге жасасаңыздар болады. Менің енді осы установочныйым без проблем жүрді. Көрдіңіздер ма? Next деймін. Болды. Мына папка, мына адреспен менің CIS-ім істеп тұр. Дальше. Галочка жанды. Болды деп тұр. Барлық дұрыс істеді дейді. Окей деймін. Осымен біздікі бітірем. Кеттік. Сағына оборудование акт осмотрысын жазып сөй керек. Мен нақты сабағын параллельно оқып отырам. Сен акт осмотрын бастап істейтін болдыңыздар. Акт осмотрымен жоқ заттарды қабылдамаймыз. Болды. Атмен емес, олар өздері 10 күннің ішінде алып келсе алып келді, алып келмесе растар деген автоматически. Соған біз қазір
интернеттен акт осмотра оборудование деп жасап. иә оны бар ғой бір көріп алу керек еще. Әріптестер, келесі бұны қалай қосамыз? Енді не істедік біз бағана? Установочный жасадық. Теперь бізге осыны запустить ету керек. Локальный диск C-ға кіресіздер. Мына жақта program files деген бар. Program files'та CIS 2026 деп сақтаған мен. Міне таптым. Көріп тұрсыздар ма? CIS 2026. Бағанағыны ашқан файлым осы жақта тұрады. Мына жерде старт деген бар. Старт деген кнопкаға басам, запуск жасалып жатыр. Разрешить. Болды. Менікі без проблем. Мен енді готовый программаны қосқан жоқпын. Мен сіздер сияқты басынан бастап орнаттым. Мына жаққа админ, пароль. Пароль қалай? Әріптестер? Админ ғой. Иә, админ. Курсым, бағанағы курстың, жоқ, CIS-дің атауы қандай болды? Курс. Иә, WorldSkills курс. Міне атауымыз тұр ма? Тұр. CIS-ке кіріп тұр ма? Кіріп тұр. Установкасы жасалды ма? Жасалды. Барлығы дұрыс болды. Кешіріңіз, program files'ты таңдап, CS-ға кіргеннен кейін не таңдадық? Старт. Старт па не деп жазып тұр, кішкене есте жоқ. Соны 2 рет басасыз, өзі қосылады. Қара экран болып ашылады да, қосылады. Кірді. Болды, аха. Қалғандарыңыз енді тырысыңыздар, қосып көріңіздер. Бұл жерде енді ары қарай түсіндіре беремін, әріптестер. Үлгеріп жатырсыздар ғой. Нені дұрыс емес жасадым дейді әріптесіміз. Жоқ, сіз екі старт тұр ғой, сол старттың басқасына кіріп көріңізші. Ол сізде бүйтіп ашылмау керек. Екі старт тұр ма, сондай. Просто ана L4G деген емес. Жасадыңыздар ма? Ары қарай кете береміз. Қазір біз құзыреттілікті қосамыз. Яғни компетенцияны қосамыз. Колледжді қосамыз. Экспертті қосамыз. Участникті қосамыз. Осы 4 затты мен сіздерге тез түсіндіремін. Соған дайын болыңыздар. Хорошо? Ол енді жеңіл емес. Бірақ енді тез соны көрсетуіміз керек. Негізі жеңіл. Просто мұқият қарап отырсаңыздар, мынаны жасап осы жерге дейін жетіп алыңыздар. Менімен бірге CIS-ті ашыңыздар.
Болды, Меруерт апай, сіз маған жіберіпсіз ғой осы, дұрыс па деп. Дұрыс. Ана бір HTTP дегенді копировать етіп алыңыз. Басасыз да копировать етіп, браузерға қоясыз, болды, сіздікі дұрыс орнатылып тұр. Меруерт апай жіберіпті. Хорошо, тағы да осылай қосылып жұмыстарыңыз бітті ма? Давайте енді құзыреттілікті қосайық. Мен сіздерге қазір администратордың жұмысын көрсетемін. Ол түсінікті ма? Себебі сіздер администратордың жұмысын түсіну арқылы жалпы CIS-тің жұмысын түсініп аласыздар. Өйткені бұл жұмысты білмей, сіздер тек қана бал қойып кіріп шығып жүрсеңіздер, толық жұмысты білмейсіздер. Сол үшін мен сіздерге қазір көрсетемін толық. Хорошо, CIS-ті ашыңыздар. Мына жақта competition деген бар. Хорошо, competition деген жарыс деген сөз. Қалған функцияларына шұқылап басып көре берсеңіздер болады. Ол сіздердің компьютерларыңызда тұрған дүние. Ол бір бұзылқап, WordSkills'та бір қате қалу деген жоқ. Бұл сіздердің компьютерларыңызда орнатылып тұр. Сол үшін бұны басып, эксперимент жасап көре беріңіздер. Хорошо. Енді skills дегенге кіріңіздер. Skills деген құзыреттілік. Менде қазір 0 құзыреттілік, пустой. Қайсын қосам? Ветеринарияны қосам. Ньюді басыңыз ағай. Иә, дұрыс айтасыз, Newға бастым. Nameға ветеринария деп жазам ба? Ветеринария официальный. Құзыреттілікті міндетті түрде официальный деп таңдау керек. Мына біреу демонстрационный, қалған варианттарды қарастырмаңыздар, официальныйға басасыздар. Болды. Мына жерге галочка ешқайсысына баспаңыздар. Save. Болды, менде жаңадан құзыреттілік қосылды. Бір функцияны көрсеттім ба, қалай құзыреттілікті қосу керек екен? Екінші функция. Competitionға кіресіздер, membersқа кіресіздер. Енді колледжді қосу керекпіз біз. Колледжда қазір менде пустой тоже. Плюсқа басамын. 1 деймін, мысалы, или 001 дейін. Қандай колледж бар бізде? Әріптестердің арамызда. Ақтау көлік колледжі. Ақтау көлік колледжі. Статус толық қатысушы. Сақтау. Бірінші колледж қосылды. Екінші. Ақтау көп салалы колледж. Көп салалы колледж. Біз Ақтауда алдында Turkskills'қа барып қатысқанбыз сіздерде. Сіздер сол кезде келіп пе едіңіздер? Иә, бардық. Біз сол кезде Ақтауда болып, графикалық дизайн құзыреттілігі бойынша біз сол жерде менеджер площадке болған мен. Қалай, Ақтау ұнады ма сізге? Ақтау күшті қала екен, күшті екен. Бірақ именно ана біреу пляжды жерге бара жатқан кезде қалай бір иіс бар екен де, отстойник сияқты. Бірақ өздері айтады, йод дейді да ол. Иә, теңіз. Йодированный бір радион деді ма, бірінкелер деді. Былай күшті екен. Иә, Рексиста болды ғой. Иә, Рексиста болды. Сол жаққа күні бойы 10 күн бойы болдық. Сол кезде біз полностью площадканы құрдық.
жарыстарға қатысып, сол жақта шетелден келген адамдарға көмектесіп. Сосын Маңғыстау политехникалық колледжі бар, иә, башта? иә Маңғыстау политехникалық колледж. Жақсы барып қайттық. Қайтып қонаққа баратын қалалардың бірі екен, жақсы қала екен. Бірақ ана Каспийдің кішіреуі қалай кетіп баратқан, жағалаудан кетіп баратқаны жаман екен да. Көрініп Жылдан тұрмау жылға керек. кетпен, сол жақта Иә. халық айтады да, ақырын кетіп бара жатыр. Бір жылда байқалмайды, бір 10 жыл бұрын қарасаң, бір 20 жыл бұрын қарасаң, кәдімгідей азайып жатыр. Иә, азайып жатыр. Бозжыраға барайық деп едік, бара алмай, сол уақыт жетпей, күнде жұмыс сияқты, күнде Риксиста жұмыс болғаннан кейін бара алмай қалдық. Жақсы, әріптестер, 01 Ақтау көпсалалы колледжі, Маңғыстау политехникалық колледжі, сөйтіп колледждарды қосасыздар. Не болмаса, мысалы, облыстарды осы жаққа қосады. Бұл мен сіздерге қазір Маңғыстау облысының чемпионаты примерно қалай өтетінін көрсетіп тұрмыншы. Ал бірақ республикалық чемпионатта біз уже облыстарды қосамыз. Мысалы, 05 Алматы облысы деген сияқты ғой. Алматы облысы. Мысалы, қандай бар тағы да? 02 Ақмола облысы. Сөйтіп, бұл 07 Орал. Ау, 07 Орал. 17? 07. 07. Орал, Батыс Қазақстан. Батыс Қазақстан. Орал. Батыс Қазақстан облысы өзі сақталыпты, алдында енгізген ғой. Димаш, дұрыс па еді? Назар Бекзатов ауылы Келесі тағы бір облысты қосайық. 01 Астана қаласы қосайық. Астана қаласы. Толық таңдаймыз, сохранить. Осымен біз құзыреттіліктерді, облыстарды, қатысушыларды қостық. Біз бүгінгі күннің екінші жұмысымызды бітірдік. Мына CIS-ті жасайтын. Үшінші, біз участниктарды қосу керекпіз. Қатысушыны қосамыз ба, или экспертті қосамыз? Екеуі де бірдей қосылады. People деген жерге басасыздар. People деген ағылшынша түсінікті, адам. Peopleға басасыздар. И жасыл кнопкаға басасыздар. Мына жерге уже адамдардың аты жөндерін жазасыздар. Мысалы, кім жазайын? Қаржабаева Құндызай. Бірінші есімін жазу керек. Құндызай. Қаржабаева. Бұны болған ғой бірге. И мына жақта әйел адам. Ақтау көлік колледжін сақтайын. Позиция, лауазымы, яғни қандай? Бұл кісі бізде эксперт. Ветеринарияны таңдаймын, сақтау. Енді ол кісіге біз логин пароль табу керек. Себебі ол кісі өз атынан кіру керек. Логин парольмен кіру керек. Ол үшін біз оған логин жасаймыз. Құндызай. неде? Барлығы ағылшын әріптер болу керек. Дұрыс жаздым ба? Құндызай апай. Иә, дұрыс. Құндызайды жазам. Чтобы паролін ұмыт қалмау үшін ол кісі Құндызай деп жазғанымыз дұрыс. Жақсы ғой. Бұл жерге аламызда эксперт деген таңдаймыз. Администраты таңдап жүрмеңіздер. Тағы да өзіміз екі админ болуға болмайды, бірақ админ. Ол кісілердің барлығы эксперт болады. И болды, сақтау. Болды. Мен экспертті аштым. Осы сияқты келесі эксперттерді сіздер өздеріңіз аша аласыздар. Оңай, осы мына жақта 1000 эксперт қоссақ та болады. Тағы бір экспертті қосайық. Мысалы, Нұргүл
Акт осмотра любой аша бер, Назар. Жоқ. Чат GPT-ға жазасашы, сделай акт осмотра на оборудование деп. Интернетте формасын аласың бірінші. Комиссия құрылды, орысша жасай бер. Нұргүл Скакова. Әйел адам. Қай колледжға жатқызамыз? Ақтау көпсалалы колледжіне жазсын. Сақтау. Позициясын эксперт дейсіздер. Сақтағанға басасыздар. Құндызай уже қосылып тұр дейді. Келесі новый адамды мына жасыл кнопкаға басып қосамыз. Әріптестер. Төлеуші қызалдар. Құндызай апайдың логин паролін үстіне мен тағы да бір басқа адамды жазып тастадым. Олай болмайды. Құндызай, бағана қайтарып қояйын есімін. Ай Қаржалбаева. Ақтау. Жасылға басасыздар, келесі адамды шетіп қосасыздар. Мысалы, Нұргүл Скакова. Әйел адам. Болды, Бекс. Автокөл. Айнағай артта. Позицияға эксперт. Ветеринария сақтау. Енді Нұргүл деп паролін жаза саламыз. Ең дұрысы сол. Эксперт қосамыз ба, қайсын басамыз? Жоқ, саған емес. Эксперт дегенге. Аха, еткені. Акт осмотра жасап отырмын. Нұргүл. Окей. Келесі, тоже жасыл кнопкаға басасыздар. Уже участниктарды қосу керек. Участникқа мысалы жазайық. Кімді мысалы? Айдолла Бексұлтан. Дағыстан. Участникті де people'дан қосамыз ба? Тура сол, бағанағы эксперт бірдей қосамыз. Дастан. Қандай фамилиялар бар өзі? Бекенов дейік мысалы. Джендер деген ол жынысы ер. Қатысушы уже қайталап колледждардан бола алады, Ақтау колледжінен бола алады. Сақтау. Позиция. Кім болады бұл кісі? Қатысушы деген қайсы деп ойлайсыздар? Компатрат. Жоқ, компатрат емес қой, не ол? Компетитор, дұрыс қой, компетитор ғой. Chief эксперт деген ол главный эксперт. Оны біз әлі қосқан жоқпыз, бірақ қосамыз. Компетитор. Мынау қалай болады? Ветеринария, сақтау. Логин пароль керек па, қалай ойлайсыздар? Керек емес сияқты. Керек емес. Қатысушы өз балын көріп отырмайды, ол өз-өзіне бал қоймайды. Оған керек емес, оған пустой қалдырасыздар, бол. Добавить новый человек. Енді главный эксперт. 20 экспертті қостыңыздар, 20 қатысушыны қостыңыздар. Енді главный мен заң главныйды ұмыт кетпеу үшін оған жазып қояйық. Сол Жансая. Абдуллаева. Әйел адам. Болсын, мысалы, Астана қаласынан болсын. Астана қаласы. Сақтау. Позициясы қалай болады? Қайсы болады? Компетитор деген қатысушы. Эксперт деген ол бал қоятын адам. Эксперттер. Чиф эксперт деген ол бал қоймайды, ештеңе қоймайды, тек қана критерий оценивания загружать етеді. Ветеринарияның главный эксперті. Аламызда енді Жансая деген логин пароль жасаймыз. Жансая. Мынау енді админ. Біреу ақ болу керек, мынау главный. Мен отырған админ. Админ деп кірдік қой біз. Осы ең главный. Экспертпен ол бал қоятын басқа эксперттер кіреді. А вот главный эксперт ол skill management team. Аудармасын айтайын, сіздер өздеріңіз түсінесіздер.
құзыреттілікті басқару тобы. Мен сіздерге правилада бар ма құзыреттілікті басқару тобы деген? Главный эксперт пен зам главный эксперт осы құзыреттілікті басқару тобына жататын адамдар ғой. Олар осыған жатады. Сақтаймыз. Болды. Әріптестер, бүгінгі бағана мақсат қойған 4 затымыз жасалды. Біз құзыреттілікті қостық, біз колледжді қостық, біз қатысушыны қостық, біз экспертті қостық. Главный зам главныйын қостық. Бүгінге бізде осы ертең критерий оцениванияны салып үйренеміз, автоматически салып көрсетемін и қолмен салып көрсетемін, ручную. Сонымен осы CIS-те білу керек заттар сол. Уже критерий оценивания енгізілгеннен кейін жарыс басталады. Вот қойсайшы. Рахман список не алып келеді. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Мен сіздерге уақыт беріп отырмын сұрақтарыңызды қойғанға, кішкене қарап ойланғанға. Бар ма сенде список? Бұл жіберетін құжаттардың ішінде бар ма? Бұл потом біз распечатка жасап бірдеңе жасаймыз ба? Жоқ, өздеріңіз білу керек зат қой бұл. Просто я все. Да, Роман. Распечатать берші, менде принципте. Да, сұрақтарыңыз бар болса, сразу можете задать здесь. Анкета ережесі бойынша сұрақ қойсам бола ма? Болады, аха. Скриншот жасап жіберейін, әріптестер.